Сәлем достар, сіздермен бірге мен Кругман. Және де бүгін сіздерге мен өзімнің тағы да 10 құпиямды сіздерге ұсынамын. Сіздерге көп рахмет, каналыма жазылып жатқандарыңызға өте көп рахмет. Біз үйтіп сіздермен бірге 1000 подписчикке жеттік. Сіздерге өте достар көп рахмет айтамын. Достар, онда кеттік. Стоп, достар, менің каналымда 95% адам жазылмай көреді. Достар, бұл қателікті дұрыстап жіберсеңіз жақсы болар еді. Сол себептен астындағы қызыл подписаться деген батырманы басып кетіңіз. Маған өте приятно болады. Ал онда кеттік. Біздегі бірінші құпия бұл кактустарға арналады. Егер достар сіздер кактусқа заттарыңызды былай жоғалтып алсаңыздар, былайынан емес, кактустың ішіне қаратай түсіп кетсе, мен бер жаққа қаратай. Достар, көрдіңіздер ме? Достар, көргендеріңіздерде достар, мен жерде кактус бүкіл заттарды жойып тастайды. Және яғни ол сізде выживаниеде ойнап жатсаңыз, немесе бір заттарыңыз жоғалып кетсе, қасында кактус тұрса, онда ол заттарыңыз енді қайтара алмайсыз. Бұл бізде бірінші құпия. Екінші құпия бізге бұл кроватпен, кроватқа арналады. Кроватқа арналады. Егер біз кроватқа қазір секірсек, выживаниеге ауыстыру керек. Ауыстырамыз. Қазір қараңыздар. Менде қазір жизнім қанша? Менде қазір жизнім 5-6 жүрек тұр. Қазір 7. Достар, мен сіздерге не тоғанда айта қоямын. Ауысып кетеміз. Достар, мен қайтып оралдым. Менің бүкіл жизнім толып тұр, бүкіл жүректер орнында тұр. Қараңыздар достар. Былай секірсем, менің 2 жизнім кетеді. Тезір аударайын. Мені өтіп тұрған тұрғанда. Достар, тезір ауыстыруға әпсе, мені қазір селезер өтіріп тастайды. Достар, жаңа көргендеріңіздерде менде жаңа 2 жүрек кетті. Ал қазір сіздерге айтатын болам. Қазір обычный жер. Қайттан ауыстырамыз. Выживаниеға. Және де қазір. Достар, менің жизнім қайттан толды. Енді қайттан секіріп көрейік. Достар, көргендеріңіздерде менің жизнім өте үлкен мөлшерде кетті. Достар, мен қазір тез политикаға ауыстыра қойын. Әйтпесе мен олар өтіріп тастайтын тұрады. Достар, екінші құпияның сыры осында. Егер білмесеңіздер, онда лайк басып кетіңіздер. Білсеңіздер де, онда комментарияға білгім деп жазып кетсеңіз артық болмайды. Ал үшінші құпия, достар, бізге бұл лаваға арналады. Егер сіз қардың уроны аз болса, яғни ол ақырын урон кетірсе, онда сіз қардың лаваға лақтырсаңыз, көрдіңіздер ме? Қар ол лавамен жанып барады. Қар достар өртеніп барады. Бұл біздегі үшінші құпия. Бұл өте жақсы құпия. Егер білмесеңіздер, лайк басып кетіңіздер. Келесі бізде төртінші құпия. Төртінші құпия достар, бұл зомбиге арналады. Қазір мұнда киімді кигіземіз. Киімді қоямыз. Киімді қоямыз. Ішіне розетчика. Енді мұнда зомбиді қоямыз. Енді достар, көргендегізде олар достар киім кигізуге болады. Жаққа зомби өріп қалады. Достар, міне розетчик арқылы бүкіл мобтарға осылай киім кидіруге болады. Бұл біздегі төртінші құпия. Келесі құпияға кеттік. Келесі құпия бізде бесінші құпия. Достар, қарасаңыздар, достар, мұнда 9 блок. Достар, 9 блокта лава достар бізде 5-ақ блокқа жетеді. Бұл біздің обычный мирда. Ал енді достар, біз атқа кеттік.
Достар біз қазір атқа барайық тез. Атқа. Достар біз міне атқа келдік. Достар қараңыздар. Міне обычный лақтырамын. Вот достар, атта лава кем дегенде, достар, то есть максимально атта ол 9 кірпішке, яғни 9 блокқа созылады лава. Бұл өте жақсы құпия. Егер білмесеңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Өте қызықты құпия. Ал біз онда келесі құпияға кеттік. Обычный мир. Келесі құпия бізге мынаған арналады. Блоктарға арналады. Ноталар блоктар. Әрбір блоктар өзінің әртүрлі дауыстар береді. Міне қараңыздар. Көрдіңіздер, әрбірі әртүрлі блок, әртүрлі нота береді. Егер өзіңіз өлең жазыңыз келсе Майнкрафттан, онда әртүрлі блоктарды қолдануға тура келеді. Кем дегенде 7 блок 7 нотаны білдірсе, сіз 7 нотамен өзіңіз ойқастырып өлең шығаруға болады. Бұл біздегі 6-шы құпия. Келесі құпияға кеттік. Келесі құпия бізде мысыққа арналады. Біздің мысық қайда еді? Мана мысық қасында жүреді. Біздің мысық міне. Достар, қарасаңыздар, мысықтың мойындағы қарғы бауы, яғни ошейнигі, орысша айтқанда, оның түсі жасыл. Ол негізінде қызыл болып кетеді. Мен оны мынандай красителмен өзгерттім. Мен қазір тағы да бір красителмен өзгерте аламын. Міне, краситель басамыз. Енді бізге көк краситель керек болса, жоқ, көк емес, сары болсын жарайды. Сары болсын. Біздер сарыға өзгертейік. Вот достар, көрсеңіздер, міне достар, біздің ошейнигіміз мысықтың сары түске ауысты. Достар, келесі құпия бізге табличка арналады. Табличкаға сіз міне қазір барайық табличкаға. Табличкаға жазамыз. Енді табличкаға сіз әртүрлі түспен жазғыңыз келсе, достар, оны сізге мынандай параграфтың белгісі керек. Ол клавиатураларда болады. Мендегі клавиатурада болмағасын мен бұны осылай копировать етіп алдым. Достар, міне осындай параграф деген белгіні қойып, достар, жазсаңыздар, сіздің түсіңіз басқа бір түске ауысады. Бұл өте қызықты факт. Енді достар, бірінші қандай әріп жасаңыз, сондай түске өзгереді. Мысалға G жасаңыз, достар, бұл сарыға өзгереді. Мысалға S жасаңыз өзгермейді. Мысалға бын жасаңыздар, достар, бұл көгілдір түске ауысады. Және де тағы қандай түстер бар. D-ны жасақ, достар, міне андай фиолетовый түске ауысады. Достар, бүгінге осы, менің ойымша сіздерге өте жақсы тағы да 10 құпияны әкелген сияқтымын. Егер де солай болса, онда достар лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Кругман. Және достар, айтып кетерім, достар, менің каналыма достар жуырда 10 подписчик болды. Соған орай жақында Outlast ойыны болады. Outlast деген ойын ол әлемдегі достар ең қорқынышты ойындардың бірі. Сол себептен сіздерге бұл ойын Майнкрафттан қызық болса, онда достар мен келесі бөлімдерде түсіретін боламын. Егер сіздерге қызық болса, егер Outlast болса, достар, комментарияға Outlast қызық деп жазып кетіңіздер. Достар, сіздермен бірге болған мен Кругман. Жақында Outlast'та көріскенше. Сау болыңыздар.